Бағаның сауда терминалындағы көрінісі, яғни инструменттің бағасын көрсетіп тұратын ұяшықты трейдерлер әртүрлі атайды. Мінекей мынау ұяшық. Яғни оны стакан деп те атайды, ағылшын тілінде level деп аталынады, лента деп айтылады, тағы басқа сондай трейдерлердің арасында сондай әртүрлі терминдер бар. Әрбір брокердің стакандарының құрылымы әртүрлі болады екен, бірақ идея бір: сатып алу, сату бұл жерде. Яғни тағы да айта кететін мәселе осыған байланысты market price деген болады. Market price дегеніміз ол нарықтық баға деген сөз. Дәл қазіргі белгілі бір инструменттің сатып алу немесе сату бағасы деген сөз. Егер де сіз дәл қазіргі нарық бағасымен сатып алғыңыз келсе, сіз market price-пен сатып аласыз. Егер де өзіңізде бар акцияңызды дәл қазіргі нарықтық бағамен сатқыңыз келетін болса, сіз market price-пен сату қажетсіз. Яғни ask және bid деген сөздер бар ағылшын тілінде. Яғни ask деген сатып алу бағасы, яғни сатып алушылардың бағасы деген сөз. Сұраныс бағасы. Белгілі бір акцияны мен сатып алғым келіп тұрса, мен ask price-пен мен сатып ала аламын. Market қазіргі нарықтық бағада. Bid деген сөз бар. Ол яғни сату бағасы, яғни ұсыныс дегеніміз. Егер де мен белгілі бір акциям, белгілі бір 100 акцияны мен өзімдегі бар акциямды сатқым келетін болса, мен bid бағасымен сата аламын деген сөз. Яғни мынау терминалда ұяшықта қарайтын болса, мысалға bid, ask деген тұр. Яғни әрине бұл жерде сатушылар терминалдың ар бетіндегі акциясы бар адамдар сатамын деп қойғандар. $148 30 центтен мен сатамын деп қойғандар. Ask бағасы графикте, жаңағы терминалда, стаканда жоғары бағада жүреді. Ал bid, мінекей өздеріңіз байқағандай, $148 29 цент, 1 центке айырмашылығы бар. Бағанағы біз айтқанымыздай, төмен бағада сатып алу, жоғары бағада сату деген осы жерден түсінуге болады. Егер де сізде қазір 100 акцияңыз бар, ол акцияны осы нарықтық бағамен сатқыңыз келетін болса, сіз $148 $29 сата аласыз деген сөз. Әрбір биржадан келетін заявкалар. Мына жерде $148 290 цент деп тұр, мысалға. Бұл ең соңғы сатқан және сатып алынған баға. Бұл қазір last price дейді. Яғни мына жерде көріп тұрған жоқсыздар. Егер де сіз $148 30 центтен 100 акция сатып алатын болсаңыз, осы баға 148-де 30 центіңіз мына жерге келіп тұрады. Бұл шынайы нарықта қатты тез жылжитын, көріп қарап үлгере алмайсыз деген сияқты. Яғни сіз сатып алатын болсаңыз, осы баға келеді деген сияқты. Сатып алынады немесе сатылады, сол соңғы баға. Мына жерде плюс $2 435 цент мысалға деп тұр. Бұл не деген сөз? Бұл кешегі нарықтың жабылған бағадан, бүгін нарық ашылды ғой қайтадан, сол кешегі жабылған бағадан бүгінгі нарық, сол акцияның бағасы $2 435 центке көтерілді деген сөз. Яғни акцияның бағасына қарай 2-де 435 дегеніміз ол 1-де 67% көтеріліп тұр деген сөз қазір. Мына жерде bid ask-тың бағалары тұр. Осы жерге қарап ориентир жасауға болады. Мен қаншадан сата аламын, нешеден сата аламын деген сияқты. Енді в основном менің сауда жасау жүйемде, ережемде стаканмен жұмыс жасамаймыз. Бұл тек қана сіздерде түсінік пайда болу үшін
стакан деген не деген сөз, осыған байланысты сіздер танысып отырсыздар. Яғни стакандағы баға мәліметтері, мына стакандағы ұяшықтағы бағаны мен таблица арқылы көрсеткім келді. Мінекей, last price дейді. Жаңағы осы ең соңғы рет осы бағада сатылып немесе сатылған баға деген сөз. Мінекей, үлкендеу көрсетіп қойдым. Және де тағы да бір айта кететін мәселе бар. Спред деген бар. Спред дегеніміз ол сату мен сатып алу бағасының айырмасы. Мына жерде мысалға $448 $29 цент болып тұр. Бит, ал асық бағасы 148-30 болып тұр. Яғни бұның айырмасы 1 цент болып тұр. Мінекей, спред дегеніміз бит пен асықтың айырмасы. Спред деп айтылады. Бұл жерде 1 центті, мысалға сіз бір акция сатып алатын болсаңыз, бұл 1 цент жаңағы брокердің қалтасына кетеді. Бұл жаңағы сізге қызмет көрсеткен үшін 1 центті брокер алып отырады. Және де тағы да өзінің комиссионный дегендері болады. Менің қазіргі TD Ameritrade компаниясының, брокерлік компаниясының несі мынау стаканы, ол жерде комиссиялары жоқ. Тек қана осы спредтен олар табыс тауып отырады. Басқа да табыс табатын нелері бар. Ол жаңағы бағанағы мен айтқаным қарыз ақша беру, қарыз акция беру арқылы ол уже пайыз жүріп кетеді ол жерде. Содан да олар табыс көздері содан олардың брокерлік компанияның. Егер де мына жерде қазір мен қарап отырсаңыздар 100 акция сатып алғым келіп тұр. Мен сатып алатын болсам $148 30 центтен 100 акция сатып алатын болсам, маркет прайспен, дәл қазіргі нарық бағасымен сатып алатын болсам, мына жерде 1000 болып қалады. 100-ні сатып алсам, мына жерде 100-і кемеді, әрине азаяды деген сияқты. Егер де мен мына жерде енді менде акция бар, 100 акциям бар, мен сатылымға, егер 148-де 30-дан сатып алдым, мысалға, одан да арзан бағада сатып алған болуы мүмкін. Менде бар акциямды сатылымға шығаратын болсам, мен 148-де $29 сата аламын деген сөз. Егер де мен 100 акциямды осы қазір сатып жіберемін, маған қазір моментін сатылу керек десем, мына бағада сата аласыз. Яғни 100 акция сатсаңыз, мына жерде 900 болып қалады. Яғни бұл жерде де кемейеді. Сатып аламын деушілер деп түсінсеңіздер, бит дегенде, асық дегенде сатамын деушілер деген сөз. Бұл бағаның жүруі бойынша мінекей осындай реальный неде нарық бағасын қарап көрейік. Мінекей қазіргі 1 минуттыққа қойып көрсетейін сіздерге. Мінекей баға мінекей осылай жүреді. 1 минуттық барлар бар дейді. Бұл мінекей қандай қозғалыс болып отыр, көрдіңіздер ме? Бұл жерде мен әрбір бар 1 минуттан есептелінеді. Бір айлық барлар болады деген сияқты. Әртүрлі таймфрейм дейді, оны алдағы уақыттағы сабақтарда айтатын боламыз ол мәселе бойынша. Мінекей мысалға мына жерден көретін болсақ, мына жерден бастап баға көтеріліп жатыр. Неше бар бұл жерде? 17 бар. 17 барымыз, демек бұл жерде 17 минут деген сөз. Міне 18-ші минут, 18-ші бар пайда болды. Мінекей. Значит, 18 минутта қазір мына акцияның бағасы $1-ға көтеріліп тұр. Мінекей. Байқаған болсаңыздар, $1. 18 минутта $1-ға көтеріліп тұр. Мінекей осындай осы сауда жасау арқылы біз табыс табамыз. Мысалы, мына жерде міне баға деңгейі тұр. Қазір бұны мен сатып алып үлгермедім. Уже поздно. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Егер де мен өзімнің жоспар бойынша баға қойған деңгейі бар, осы жерден мінекей сатып алуға болады. Мінекей. Бұл жерде $2.84 дейін табыс табуға болады бір акциядан.
Бұл жерде көрсетейін дегенім, айтайын дегенім, мінекей осы. Мына жерде тұр, жаңағы стакандағы акция бағалары мінекей тез жылжиды. Егер де стаканды, реальный стаканды көрсететін болсам, қазір мына жерде көрсетейін, мінекей Level 2 деген, Apple компаниясын қарап көрейік. Бастадық қой. Мінекей. Міне стаканымыз осы, біздің левеліміз осы мінекей. Лента дейді біреулер, мінекей жылдан ауысып жатыр баға. Міне қазіргі баға сатылған және сатып алынған баға ең соңғы көрсетіліп тұр мына жерде. Мінекей байқаған болсаңыздар, 146-да 945 міне тез жылжып жатыр, оның үлесу мүмкін емес деген сияқты. Мінекей осы стакан дегеніміз, осы баға деген осылай жүреді. Және де енді бағаның жылжуы, баға, акцияның бағасы 3 бағытта ғана, тек қана 3 бағытта ғана жүреді. Ол баға өсіп жатады, немесе түсіп жатады. Мінекей, өседі, түседі деген сияқты, мына жерде түскен. Әрине солдан оңға қарай графикті біз қарау керекпіз. Және де үшінші, ол каналда жүреді. Міне белгілі бір каналда тұр. Көрдіңіздер ме? Мына жерде каналдан шыққан, міне каналды бұзып өткен. Көрдіңіздер ме? Қандай сила. Мына жерде де мінекей каналдан өткен. Шорт акция бағасын түсу кезінде де табыстауға болады дедік қой. Бірақ мен ол системамен жұмыс жасамаймын. Мен тек қана бағаның көтерілуін күтемін. Баға түсіп барып, белгілі бір каналда жүреді, күш жинап, каналдан әрине шыққан кезде ол уже қатты напормен кетеді деген сөз. Бұл енді бұл мәселелер бойынша алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей каналдан шыққан қандай баға өте қатты серпінмен кетеді деген сөз. Көрдіңіздер ме? Мінекей осындай анализ жасау арқылы бұл сауда жасалынады.